Сәлем достар, бүгін біз керемет муравейник жасадық. Өте дәмді, дәмі тіл үйіретін муравейник. Өте сүйіп жейміз отбасымызбен. Сіздерге де жасауды кеңес беремін. Әуелі сливочный маслоға 3 ас қасық қант қосамыз. Төрт ас қасық қаймақ қосамыз. Сливочный масло 200 грамм. Енді 400 грамм ұн саламыз. Осылай біртіндеп салып, теста болғанша осылай біртіндеп салып араластырамыз. Осылай теста шығады. Осыны 2 бөлікке бөлемін. Күштен әдемі өту үшін. Осылай пакетке салып, морозилькке жарты сағатқа қоямын қату үшін. Қатқан қамырымызды алып, осындай күштен үлкен жерінен осылай өткізіп аламын. Осыны 180 градуста пешке осылай пісіріп алдым. Енді піскен тестамызды осылай үгітеміз. Ұсақтап. Енді тағы сливочный масло кремге 120 грамм. Оған сахарный пудра саламыз 2 столовая ложка. Вареный сгущенка саламыз, тағы араластырамыз. Осылай салып араластырып аламыз. Өте дәмді шығады. Достар, менің YouTube каналым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, қоңыраушаны басыңыздар. Осылай грин каналымызда ішіне салып, қатты басып осылай қолдырып аламыз. Енді ыстық суға шоколад ерітінді осылай бетіне жағып шықтым. Әсемдік үшін. Өте дәмді, керемет муравейник шықты. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Менің каналым ұнап жатса, қоңыраушаны басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.